Сәлем, менің YouTube арнама қош келіпсіз. Бүгін мен сізге осындай керемет пельмен бауырсақтардың қуырылған түрін көрсететін боламын. Видеоны мұқият қараймыз. Ең алдымен бізге қамыр елеп алу керек. Ол үшін ыдысымызға жылы су, жылы ерітілген сары май, бір жұмыртқа, тұз және ұн салып, әдемілеп, жұмсақ емес, қаттылау қылып қамыр елеп аламыз. Қамырымыз осындай қолға жабыспайтын әдемі қамыр болу керек. Осыны бетін жауып 10-15 минутқа демалдырып қоямыз, жақсы жайылу үшін. Ал жаятын кезде мен осыны бір зола ретінде жайдым. Егер де сізге үлкен қамыр жаю қиындық тудыратын болса, екіге бөліп жайсаңыз болады. Қыздар, қамырдың жұқалығы да дәл осы видеода көрсетілгендей болсын. Өйткені егер де қалың болып кететін болса, піскен кезде қатты бұлжырап кетеді, ал жұқа болып қалатын болса, қатты қытырлақ болып кетеді. Қыздар, дәл осы қамырды төрт бүршектеп етіп турап алып, ортасына осындай картофельный пюре салдым мен, пельмен қылып түйреп шығамыз. Қыздар, барлығын дайындап болғаннан кейін жай отта қызып тұрған майда пісіріп алатын боламыз. Қыздар, жасап көріңіздер, үнемі керемет шығады. Ас болсын. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыз.